Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен начинка қосып дайындалатын тарталеткалардың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен дайындаңыздар. Ең алдымен песочное тесто дайындаймыз. Ол үшін үлкен құрғақ ыдысқа ұн және қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Ұнға салқын сары майды қосып араластырамыз. Бізде осындай рассыпчатый қамыр болады. Оның үстіне дәміне қарай қант қосамыз. Қантты араластырып алған соң, оның үстіне жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырды пакетке салып, 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан алдық, енді оның бетіне пергамент қағазын төсеп, осылай қамырды жайып аламыз. Қамырды жайып алдық, енді оның үстіне тарталетканың формасын қойып кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды тарталетканың формасына салып шығамыз. Тарталеткаларды дайындап алған соң, начинканы, яғни салмасын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ творогты блендерден езіп аламыз. Оның үстіне қант ұнтағы және қаймақ 20%-ық бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Тарталеткалардың үстін осылай шаншықмен басып шыққандарыңыз дұрыс. Енді дайын болған салмасын тарталеткаға бірдей етіп салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 20-30 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің творог қосылған тарталеткаларымыз дайын болды. Формадан өте оңай алынады. Дәл осы күйде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен үстіне ақ шоколадты ерітіп, оның үстіне малинаны қойып әсемдедім. Осы рецептпен дайындап ауыз тиіңіздер. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.